Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен каркаде шайын қалай ыстықта ішу керектігін көрсетемін. Бұл видеоны көріңіз бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің арнама тіркелгеннен кейін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Бірінші мен жарты литрлік шайникке бір қасық каркаде саламын. Каркаденің басқаша атауы судан гүлі. Енді үстінен науат қосамын. Енді үстінен жалбыз қосамын. Егер де жалбызды ұнатпасаңыздар, салудың керегі жоқ. Енді біз оның үстінен қайнап тұрған су қосамыз. Мінекей біз суын құйып алдық. Енді біз оны 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Мінекей достар, біздің шайымыз дайын. Қараңыздар, түсі қанық, өте әдемі болып шықты. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар, және де осы шай туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар.